Эндрю Мэтьюс, жеңіл өмір сүр. Эндрю Мэтьюс, австралиялық психолог және суретші, оның кітаптары ондаған елде бестселлер атағына ие болған. Жеңіл өмір сүр. Өзіңізді және өзіңіздің жұмысыңызды қалай табуға болады? Біз осы әлемге оқу үшін келдік. Ал өмір болса, бізге күн сайын сабақ береді. Ол сабақты меңгермегенше, оған қайта-қайта ораламыз. Бір тапсырманы орындаған соң келесіне өтеміз. Бақытсыздықтар не үшін керек? Біздің ұстазымыз өмір. Біз сол ақпаратты қабылдай алатын кезде ғана өзіміз үшін жаңа бір нәрсені ашамыз. Қажетті сәт келмегенше көпшілікке белгілі ақиқатты байқай алмаймыз. Көпшілігіміз басымыздан жақсы соққы алғанда бір нәрсені үйренеміз. Неліктен? Өйткені бізге еш нәрсені үйренбей-ақ жүрген ыңғайлы. Қауіпті мәселелермен жолықпағанша күнделікті өмір сүру салтын ұстанамыз. Мысалы, денсаулықта лайық. Қашан диетаға отырып спортпен шұғылданамыз. Дәрігер денеңізден ақау байқаған кезде, егер тұрмыс салтын өзгертпесеңіз, құрдымға кетесіз деп мәлімдегенде. Осы кезде сіздерде стимул пайда болады. Адамдар арасындағы қарым-қатынаста сондай. Жақындарымызға жақсы көретінімізді қай кезде айтамыз? Неге отбасы ойран болуға аз қалғанда? Мектеп кездері ақылға салып қашаннан бастап оқитынбыз. Ал бизнесте ше? Қашан жаңа бір нәрсе істеп маңызды шешім қабылдайтынбыз? Шоттарды төлей алмаған кезімізде. Клиент пен жұмыстың сапасын қашан ойлаймыз? Бірде-бір клиент қалмаған кезде. Біз Құдайға жалбарына бастадық ба? Демек, біздің өміріміз құлама жарға түсіп бара жатыр деген сөз. Құдайым саған йогуртты желдеткішке лақтырған кезден бері енді ғана жалбарынып тұрғанымды білемін. Адам лажсыз жағдайға тап болғанда ғана ең маңызды сабақтарды меңгереді. Табыстарымыз үшін қуанамыз, алайда ол бізді еш нәрсеге үйретпейді. Жеңілістер өте ауыр, ондай сабақтарды өмір бойы ұмытпаймыз. Өткенге қарап, дәл сәтсіздіктер, бақытсыздықтарымызды өмірдің шұғыл бұрылысты сәттері деп санаймыз. Белсенді адамдар қандай да бір мәселелермен соқтығысу үшін әдейі тапсырмалар қоймайды. Ал егер қиын күн туса, олар өздерінен сұрайды: өмірімде нені өзгертсе болады? Қалай жақсырақ бола аламын? Бейбақ адамдар өмір жіберген бар ескертулерді елемейді, ал шатыр бастарына түскенде таң қалады: неліктен бұл нәрсе менімен болды? Біздің барлығымыз өз әдеттеріміздің құлымыз. Дәстүрлі әрекеттерімізді күшпен ғана өзгеріске ұшыратамыз. Жанымыздың ернеуіне жол бермеңіз, кейде өмірімізде біз түсіне бермейтін нәрселер болады. Бала Даун синдромымен туылады, жас әйелді тонау барысында өлтіреді, цунами жұт. Біз тек сұраймыз: не үшін? Адам баласына бұл құбылыстарды түсіну мүмкін болмаса да, түсіндірмені іздеп көрейік. Адам өмірінде жағдайлар қайталанып тұратынын байқап па едіңіздер? Луизаны әр жарты жыл сайын жұмыстан шығарады. Франкке қарсы әр жыл сайын сот шағымдары түседі, ал Джим әрдайым тағамдық улануға тап болады. Ал кейбір жағымсыз жағдайлар болмайды ғой. Мысалы, Джимді ешқашан жұмыстан шығармаған. Луиза сотта болмады. Франк ауруханадан жақындарына ашық хат жібермеді. Әр адам өзіне тән сабақтар алады, және болып жатқан оқиғаларға 3 түрлі әдіспен жауап қайтарады. Мысалы, менің өмірім пайдалы және уақытылы сабақтармен кезектестірілген. Рухани тыныштық әкелетін ең дұрыс көзқарас. Өмір лотерея, не болмасын, одан пайда табамын. Бұл әдіс орташа өмірлік қанағаттанушылыққа жеткізеді. Неліктен бар жамандықтар менің ғана басымнан өтеді. Бұл позиция көңіл қалушылыққа, қайғы қасіретке душар етеді, бізді жазаламайды. Бізді үйретеді. Кез келген уақиға бізге жақсырақ болуға көмектеседі. Кез келген уақиғаның мәнісін тауып көріңіз, сонда өміріңізде мәнді болады. Уайымдап зар қағу, ай, бұл әділетсіздік. Мүмкін болған жолдардың ең нашары. Біздің тұлғамыз бізбен болып жатқан себептердің алғашқы себебі. Ойлар, сезімдеріміз сәйкес жағдайларды жасайды. Біз жұмыс, қарыз, қарым-қатынас жайлы сабақтарды меңгермегенше оған қайта-қайта ораламыз. Жағдай ана немесе мына түрде қайталанатын болады. Өмір солай. Алдымен бізге ұсақ тастар ұшады, бұл ескертпе. Оны елемесек басымызға кірпіш құлайды. Оны да назарсыз қалдырсақ, алып қойтас бізді өмірден жоқ етеді. Өзімізге өзіміз шынайы болайық, күнделікті өмірде бұндай белгілерден безетеміз. Сөйтіп ұятымыз барып сұраймыз: неліктен дәл мен? Біздің ұстазымыз: өмір тұңғиыққа түскен кезде ғана қазынаға қол жеткізе аламыз. Сіз шалынған жерде сіздің қоймаңыз көмілген. Сіз кіруге қорыққан жерде сіз іздеген нәрсе жасырулы. Өмір шексіз қайғы қасірет сызығы, бірақ ауыртпалық өзіңмен жұмыс істеудің басты себебі. Бізде ауыртпалық жоқ кезде өтірік, менде барлығы жақсы деп айта аламыз. Ал жағымсыз уақиға орын алғанда, мысалы, жалғыздық немесе үрей, біз осал екенімізді көрсетеміз. Сонда бетпердемізді шешеміз. Ауыртпалық бізді шынайы және байсалды етеді. Бізді тағдыр түйістіретін адамдар біздің ұстаздар. Олар кейде адам төзгісіз болады. Сондай кездесулер арқылы өмір бізді тәрбиелейді. Ашулануды қойыңыз, адамдарға өздерін кәдімгідей ұстауына мүмкіндік беріңіз, сонда мәселе шешіледі.
Қадамнан қадамға өмірді баспалдақпен салыстыруға болады. Келесі сатыға көтерілу үшін қазір тұрған сатыны ұмытпау керекпіз. Бұл жұмыс ақша, өзге адамдармен қарым-қатынасты да білдіреді. Әр кез орнымыздан жылжи алмағанда, мен әлі не нәрсені түземедім деп сұрау керек. Бізді ертең не күтеді? Тағы бір сабақ, айналаңызға көз жүгіртіңіз, ол сіздің дәл қасыңызда шығар. Жиі біз қандай мәселелерді шешу керектігін білеміз, алайда жүрегіміздің түбінде ол өз-өзінен ғайып болады деп сенеміз. Әлемнің жақсы көретін, ерекше бөліп қойған адамы жоқ. Бақыт пен табыс әлем жасаған заңдарға ғана байланысты емес, оны қалай қолданатыныңызға да байланысты. Әмбебеп заңдар бұрындары рухани мұғалімдер өздерінің жазбаларында дәнді егу, суғару, жыл маусымдары, өнім және балық туралы көп айтатын, өйткені сол кездегі көпшілік адамдар ауыл шаруашылығымен және балық аулаумен айналысатын. Алайда белгілі салыстырулардың мағынасы терең. Қазіргі замандағы адамдар оның ата-бабаларына қарағанда басқаша жағдайларда өмір сүреді. Дегенмен табиғат заңдары барлығына бірдей. Олар малшыға да, бағдарламашыға да қолданылады. Астық заңынан бастайық, ол былай айтылады: өнім сіздің еңбегіңіздің жемісі. Сіз жерді өңдеп отырғызған өнімді суғарасыз, біраз уақыт өткен соң жемісін көресіз. Талпыну, сабырлылық, нәтиже адамдар күтуді жек көреді. Олар: мен бүгін астық ексем, ертең не аламын дейді. Жауабы қапарайым: су тиген астық. Астық заңы былай: сіз бүгін егесіз, ал өнімді сосын жинайсыз. Бұршақты бүгін ексеңіз, өнімін 4 айдан соң жинайсыз. Адамдар өздері үшін астық еккен уақытта бұл ережені жақсырақ түсінген болар. Алайда біздің ғасыр тез дайындалатын кеспе уақыты. Майкл айтады: егер менің жақсы жұмысым болғанда, арым үшін еңбек етер едім. Алайда мен жай ғана ыдыс-аяқ жуамын, несіне ынтамен істеймін. Бұл мүлде дұрыс емес позиция. Егер сіз ең жақсы ыдыс-аяқ жуушы және өте жауапкершілігі мол адам болсаңыз, сізге сөзсіз жақсы орын ұсынады, немесе өз күшіңізге деген сенімділігіңіз пайда болып, бір күні армандаған шаруаны қолға аласыз. Алдымен талпыну, сосын өнім. Бұл негізгі заң. Оны өзгертуге болмайды. Мария айтады: мені жалақысы жоғары қызметке тағайындаңыз, сонда мен жұмыс орнында ұйықтамайтын боламын. Ал Макстың сөздері: маған көбірек төлеңіз, сонда жұмыстан көп сұранбаймын. Джейн мынаған сенімді: егер мен табысты түрде күйеуге шыққанда бақытты болар едім. Бұл кең таралған қателіктер. Осылай ойлайтындар арбаны аттың алдына қойғаны. Барлық нәрсе мүмкін, несиелер бізге бәрін және бірден алуға мүмкіндік беретін сияқты. Дегенмен жақын арада барлығымен есеп айырысуға тура келеді. Міне, банкке әрең-әрең еңбек ақымыздың көп бөлігін алып бара жатырмыз. Біз өзіміз проблема жасадық, өйткені ережеге қарсы шықтық. Соңында әрине жеңіліске ұшырадық. Талпыныссыз және сабырсыз біз ешқашан нәтижеге қол жеткізе алмаймыз. Басқа сабақты біз бақшадан аламыз. 12 бұршақ дәнін егіп, біз ешқашан 12 бұршақ шыққанын көре алмаймыз. Кейбір дәндер күйіп кетеді. Кейбірін жел ұшырып кетеді, бір бөлігін қоңыздар құртады. 3-4-еуін құстар шоқып тастайды. Екі кішкентай сабақты көріп ашумен бұл әділетсіздік деп айқайлаймыз. Өмір солай. Көп таныстардың ішінде санаулысы ғана дос бола алады. Жүздеген адамдардың ішінен бірнешеуі ғана тұрақты сатып алушыларымызға айналады. Қалғанын жел ұшырып кетеді немесе құстар шоқып тастайды. Нәрселердің табиғи қозғалысымен күресе алмаймыз, оларды тек түсініп, қабылдай ғана аламыз. Себеп пен салдар: егер өмір саз батпаққа айналса, өзіміздің ойымыз бен әрекетімізді сараптамалап көрейік. Біз ешкімнен бұлай естімейміз: мен таң атпастан тұрып, жаттығу жасаймын, жақсы оқып, адамдармен жақсы қатынаста болуға тырысамын, жұмысты бар ынта ықылас істеймін. Біздің өмір қайраттылық жүйесі. Егер айналамыздан ешбір жақсылық көрмесек, бар себепті өзімізден іздеу керек. Ана не мына жағдайды өзіміз жасағанын түсінгенде, өзімізді жағдайдың құрбаны деп санамайтын боламыз. Бәлкім таныстарыңызға қарап айтатын шығарсыз: себеп пен салдар заңы қалай жүзеге асады? Әріптесім қызметінде жоғарылады, несімен оған лайық болды. Көршім жұбайымен бірге 40 жыл бақытты болғандығын тойлауда, ал біздің некеміз құрдымға кетіп барады. Біз өмірден сұрағанымызды аламыз. Брюс әйелдерді қымбат сыйлықтармен қызықтырады, оны ханымдар тастап кеткенде, оларға тек менің ақшам керек деп шағым айтады. Қысқаша айтсақ, шындыққа тік көзбен қарайық. Өз өткен және осы өміріңізді сараптаңыз. Себеп және салдар заңы қалай іске асатынын сезінетін шығарсыз. Ол адамдармен қарым-қатынас, кәсіби табыс және жеңілістер кезінде қалай жұмыс істейтінін бақылаңыз. Жеткен нәрсеңіздің барлығын өздеріңіз жасағандарыңызды түсінесіз. Көршілеріңіздің мазасын алмаңыз. Олардың өмірін ұғыну үшін рухани күштеріңізді жұмсаудың қажеті жоқ. Өз өміріңізді ретке келтірудің пайдасы молырақ. Ірі ұтысқа бас тігу. Қарапайым ойыннан ұтысқа жетсек, тез арада одан ірі, кейін одан бетер ірі ойынға көшеміз.
кіші сыныптан бастап оқимыз, кейін жоғарғы сыныпқа өтеміз. Сосын барып институтқа түсеміз. Бұл өте тиімді жүйе, оның қағидасы мынадай: сіз жақсы ойын көрсеткен сайын, ол ойын ірілене береді. Дэн әрең машинаға әр ай сайынғы төлемін жасайды. 20 жыл жұмыс істеп, ол тек 87 цент жинапты. Оның айтуынша, менде $1 миллион болса, мен ол ақшаны тиісті жұмсай алар едім. Дұрыс емес. Оның бүгінгі мақсаты $10 сақтау. Одан $100 және $1000 келеді, арты миллионға дейін алыс емес. Кенде болса барда ән салатын әнші. Жұлдыз болуды армандайды. Ол айтады, маған 1000 адамдық аудиторияны берсе, нағыз шоудың не екенін көрсетер едім. Ал мұнда 6 бақытсыз адамдардың алдында ән салғанды қаламаймын. Алайда кенде осы 6 адам алдында ұят үшін жұмыс істеп шыға алса, ертең олардың саны 12, кейін 100, бір күндері 1000 адамдықта аудиторияны жинап алады. Өмір үдемелі түрде алға жылжиды. Біздің алдымызда бірдей сұрақ тұрады. Бар нәрсеңіздің қанша пайызын қолданасыз? Көп емес деген жауап жақын болашақта еш нәрсе жақсы жаққа өзгермейді.